Ол 1914 жылы Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Жалпақтөбе ауылында дүниеге келген. 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін Қызылқайнар колхозында есеп жүргізушісі болып істейді. Кейіннен көп жылдар бойы ауыл шаруашылығы саласында еңбек етті. Мың 1936 жылы Жамбыл аудандық халықтық білім беру бөлімі жанындағы 1,5 айлық мұғалімдік курсты бітіреді. 1936-1940 жылдары Октябрь колхозында мектепте мұғалім болады. 1940-1944 жылдары ферма меңгерушісі болып жұмыс атқарады. 1944 жылдан Октябрь колхозының төрағасы болып тағайындалады. Іскерлігі және агротехниканы білуі колхозда өнім көрсеткішін жылдан жылға көтеруге мүмкіндік береді. 1945 жылы 180 центнердің орнына 100 гектар жердің әр гектарынан 350 центнерден, 1946 жылы 463 центнерден, 1947 жылы 552 центнерден өнім алып, жоспарды асыра орындайды. Сөйтіп Пірімқұлов басқарған Октябрь колхозы егін шаруашылығы бойынша жоғары көрсеткіштерге жетіп, республикадағы үздік шаруашылықтардың біріне айналады. 1948 жылы социалистік еңбек ері атағын алды. Бұл марапат сол кездегі ауыл шаруашылығында ерекше жетістікке жеткен еңбеккерлерге ғана берілетін. Ол ауыл шаруашылығын дамытудың жаңа тәсілдерін енгізіп, өнімділікті арттыруға көп үлес қосты. Оның бастамалары арқылы еңбек өнімділігі бірнеше есе өсті. Сөйтіп Пірімқұловтың басшылығымен шаруашылықта еңбек жағдайлары жақсарып, жұмысшыларға әлеуметтік қолдау көрсетілді. Ол өз саласының үздік маманы болды. Сонымен қатар қанды майдан жылдары да табысты еңбек ете білді. Оның айғағы ретінде 1946 жылы Ұлы Отан соғысындағы қажырлы еңбегі үшін медалімен, 1947 жылы құрмет белгісі ордені, Ленин ордені, орақ пен балға алтын медалі, ал 1948 жылы социалистік еңбек ері медалімен марапатталды. Қазіргі таңда Тараз қаласындағы Түйте Пірімқұловтың атымен аталған көше оның еңбегін елесіне сақталғанының белгісі.